Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны. Мен Ғалияхан Иделбаев 1920 жылда Ақжол ауыл советі Урфа ауылында жақсы дүнияға келгенмін. Арында менде соғыс уақытында. Третий Украинский фронт көбіне біз Румынияны, Молдавияны азат етуде қатнаштық енді шуларды азат етуде. Соғыстан соңғы жылдарда көбіне шет елде қызмет еттерге тура келді. Закарпатьяларда bütün гортларында болдым енді. Темешвара деген город бигракта есте қалған, естеліклі. Краева, айрым отдельный полк правительственный үшеді. Язылайын, айрым отдельный полк правительственный үшеді. Сондай нейде қызмет еттім енді. Соғыстан соң қайтқас Хабар ауылында неймелі ішлігайным, тәуді поштылы ішлігайным, адақтан начальник пошты болып ішлігайным, адақтан мені ұқытып ревизор етіп қойдылар енді. Шу баяғы Хабар ауылына қайтқас, сонда тәуді қатарышып тұрғайны қабеде Тоқбаева деген бірге оқығандайым. Қабеде Тоқбаевамнан үйленішіп, бүтігі 6 бала тәрбиеленіп. Бала саға 6 ян, Абдуллау әкелдейін. Шылай деген бала ұдынса Леона тұрғаным. Тілектерім яштарға өзіміздің тілді ұнытмағынлар, тілімізді өстіргенлер, оялмағынлар. Шол айта тұрған өздерім яштарға. Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны.